Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Сіздермен бірге Қуанышбек. Бүгінгі видеода сіздерге дәрігерлік жолындағы қажетті негізгі қасиеттерді айтқым келіп отыр. Бұл қасиеттерді мен өз басым дамытуға тырысамын. Бұл қасиеттерді мен көптеген дәрігерлерден, көптеген медициналық порталдардан, жалпы медицинамен өмірін байланыстырған адамдардан қарап өзіме алдым. Ең бірінші бұл постоянность, яғни тұрақтылық. Мысалы басқа механик, электриктер олар белгілі бір кітаптарды оқып өзінің мамандығын игере алса, ал дәрігер тек қана бір кітапты оқып, мысалы 2020 жылы жазылған 20 жылдан кейін сол дәрігерлік статусты алып қала алмайды. Себебі медицина қазір секунд сайын дамып жатқан ғылым. Сол секунд сайын медициналық ағынды ұстап үлгермесек, біз дәрігер бола алмай қаламыз. Дәрігер болсақ та заманауи көзқарастағы дәрігер бола алмаймыз. Сол үшін мен өзімнің басымнан жеке практикамды іске асырып жүрмін. Күнде 5 минут болсын, 10 минут болсын, белгілі бір тақырыпты оқуға тырысамын. Хоть ол астма болсын, эпилепсия болсын, инфаркт болсын, кез келген ауруды мен бір күн оқитын болсам, просто бір күн өзім өміріме бір 5 минут арнай алсам, мен ертең бір 2 жылдан кейін менің қатарымдағы медиктерден әлдеқайда биік боламын. Себебі мен осындай жеке уақытымды, жеке минут 1 сағат, 2 сағат емес, күніне тек 5 минут уақытымды бір дәріге арнасам, мен 1 жылда 365 дәріні үйреніп шыға алады екенмін оқып. Ал мені ол конкурентный способностьімді, бәсекеге қабілеттілігімді басқа менімен қатар дәрігерлерден арттырады, достар. Сіздерге де соны ұсынамын. Егер бәсекелестікті арттырғыларыңыз келсе, күнде осылай бір ауру, мысалы неврологическая боль деп, сол ауру туралы зерттеп, өздеріңіз үшін оқуларыңыз қажет. Университет беретін білім, сессия кезінде оқитын білім, бұл бұлай осознанно оқитын білімнің қасында түк те емес. Сессияға дайындалып, жаттап ұмытып қалған білім түкке пайдасы жоқ өмірде. Мен бір керемет кітаптан оқыдым. Егер адам осы қолына кітапты алып просто отырып оқитын болса, ол бұлай отырып оқығаннан, яғни экзаменге дайындалып оқыған 10 күннен 1 күн артық болады. Сол үшін достар, осознанно оқысақ, біз бәсекелестігімізді арттыра аламыз. Екіншісі адаптация. Адаптациялық қабілет ол өте маңызды, кез келген медицина емес, жалпы адамдарға да өте маңызды. Бұл қабілет сіздерге өмірде көмектесетін болады. Маған қалай көмектеседі? Өмір бұл белгілі бір правила, белгілі бір сценарийде жүрмейді. Бүгін мынау болуы мүмкін. Сол себепті адаптация, мысалы дәрігер үшін де адаптация бұл өте керекті қабілет. Мысалы сіз пациентіңізді емдеп келе жатыр, ол пациенттің жағдайы кенеттен күрт өзгеріп кетсе, стресске түспей, адаптациялық қабілетіңізді қосып, сол моментте, сол ситуацияда не істей аламын деген сұрақты қойсаңыз, бұл қасиет те сіздерге өте көп пайдасын тигізеді. Үшінші қасиет самоирония деп айтам. Терминдер орысша болып жатқанына кешірім сұраймын, себебі қазақша аударылса, бұл мағынасын мен сіздерге түсіндіре алмай қаламын. Самоирония деген бұл өзіңді өзің кінәлап, өзіңе өзің күліп, өзіңе өзің критика жасап білу қажет. Ол қалай, достар? Мысалы, көп адам өзін ақылды санайды, менің қойған диагнозым дұрыс, менің қойған емім дұрыс деп, ал айналасындағы дәрігерлерді тыңдағысы да келмейді. Көбінесе бұл үлкен дәрігерлер жастарды көп тыңдағысы келмейді. Сол себепті егер дәрігер болғыңыз келсе, самоирониялық қабілетіңіз мықты болуы қажет. Егер сіз ертең дәрігер болғанның өзінде де сіздің асыңызға келіп студент сізді жөндесе, оған ренжімей, қайта рахмет айту қажет. Және де 4-ші курс, 5-ші курс болып тұрып, 2-ші курстың сабақтарын білмеген, бұл ұят емес. Просто күліп өзіңізге осы қабілетті қосып білсеңіз, күшті дәрігер боласыздар, достар. Осыны айтқым келді сіздерге. Медициналық жолда барлықтарыңызға табыстар тілеймін. Осылай күнде біз қарқынды білім алатын болсақ, біз медицинамыз әлемдік деңгейге жетеді, достар. Сол үшін барлықтарыңызға пока. Сіздермен бірге болған Қуанышбек.